Ал балалар, хош келдіңдер ашық сабаққа. Бүгін ашық сабақты өту үшін біз бірінші топқа бөлініп алайық. Тақтада стикер тұр, барлығымыз тұрып стикермен бөлінеміз. Келдер. Топта белгілі болып тұр балалар. Бірінші топқа қызыл. Балалар, үй тапсырмасына не берілген еді? Оқылғыш және де. Үй тапсырмасына сізді бұйрық өлеңнен көркемдегіш құралдарды жазып көркемдегіш құралдар, эпитет, сілді бұйрық, бұйрықтың ауыр әдетсіз сипаты көрсетіледі. Теңем, жылаған анада ел, елдің күйін адамға ұқсатып бейнелейді. Метафора, елдің жүрегін жаралаған бұйрық, бұйрықтың әсерін образ арқылы көрсету. Гипербола, жер дүние күңіренді, оқиғаның ауқымын асыра көрсетеді. Екінші топта көркемдегіш құралдарды табу. Эпитет, қара түнек, қиындық пен қорқынышты бейнелейді. Теңеу, қара бұлттай қысым, қиындықты бұлтқа теңеу арқылы көрсету. Метафора, жер жарылғандай қиналды, халықтың сезімін образ арқылы көрсету. Гипербола, елдің әр шаңырағы жылады, халықтың азабын асыра көрсету. Екі топқа бөлініп алдық. Енді топ басшыларын сая олайға балар. Топ басшылары бірінші топта кім болады? Бекнұр. Бірінші топта Жанелия. Топты белгілеп отырамыз, бағалаймыз, бағалау парағын таратып отырмын. Екінші топта кім болды? Іңкәр. Оқушылардың санын жазып. Сабаққа келетін болсақ, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Жамбыл Жабаевтың «Зілді бұйрық» өлеңінде көтерілген мәселе деген тақырыпта. Бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы. Ал енді сабағымыздың мақсаты балалар, әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылымы талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну. Көркем шығарманы өзге жанрда ауызша және жазбаша шығарма арқылы идеялық мазмұнын заманауи көзқараспен кіріктіре отырып ой толғау. Енді ары қарай біз бейнероликпен ары қарай жалғастырсақ. Еңірейді егіледі қайғының күні түні күйін тартып. Верныйдың қадам баспай қаласына, кемпір шал жылап жатыр баласына, ешбір ем табылмады іздесе де халықтың жүректегі жарасына сорғайда. Жақсыдан жақсы қоймай алғы санап, қамалды абақтыға ел болып жиылды ел әрбір сайға, ал әлеумет қараңдар. Әділетсіздікке қарсы халықтың ашуы мен отаршылдық езгінің күшеюіне байланысты көтеріліс басталды балалар. Сұрақ, бұйрық әділетсіз болса, халық не істейді? Бұйрық әділетсіз болса, халық не істейді? Айтады. Егер де бұйрық әділетсіз болса, халық қарсы шығады, наразылық білдіреді. Халық ашық наразылық танытады, әділетсіздікке бағынбайды, бірігіп қарсы тұрады. Ал қосарымыз бар ма тағы да? Жалпы сұрақ түсінікті болды ма балалар? Іңкәр толықтырып жүрші тағы да. Не айтасың? Бірігіп қарсы тұрады, яғни бағынбайды, көтеріліске шығады. Қашанда біріккенде жеңіс сол халықтікі болады. Өлең атынан не түсіндік? Зілді бұйрық қандай сезім береді өлеңде? Әділетсіздік неде дейді? Нұрислам. Өлең атынан түсінгенім, зілді бұйрық деген атау ауыр, қатал, зорлықпен берілген әмірді білдіреді. Енді балалар, бірінші тапсырма, осы тақырыпқа қатысты бірінші тапсырма кесте толтыру. Сендерге қазір мен берем. Тапсырма. Бірінші топқа кесте бойынша жасаймыз балалар. Екінші топқа топпен тапсырмаларды орындаймыз қазір. Балалар, кесте көрініп тұр ғой, көтерілген мәселе, өлеңнен дәлел, автор көзқарасы, кестені толтырамыз. Топпен жұмыс жасаймыз балалар. Екінші топқа композициялық құрылымды талдау. Екінші топ. Бұл жерде басталуы, баяндалуы, дамуы, шиеленісуі, шарттау жібегі, шешімі.
Көтерген топ болдық деген белгі беріледі. Сенікі басқаша іңкәр дұрыс иә? Іңкәр екен. Жақсы, іңкәрлі. Ал болса балалар екінші топ жұмысын алып шықсын. Композициялық құрылымына талдау болады. Экспозиция патша қатаң бұйрық шығарды. Оқиғаның басталуы халық қара жұмысқа шақырылды. Оқиғаның дамуы жастар туған жерінен алынды. Оқиғаның шиеленісі ананың зары халықтың ашуы. Шарықтау шегі халықтың наразылықтың шегіне жетуі. Шешімі халық еркіндікке ұмтылды. Әділетсіздік ой. Әділетсіздік іздейді. Әділеттілік іздейді. Бұл шығармада халыққа әділетсіздік көрсетті, әділетсіз бұйрық берді, халық көтеріліске шықты, өз құқығын қорғауға халық ұмтылды. Шығып шығамыз. Бізге берілген тапсырма зілді бұйрық өлеңінен көтерілген мәселені табу. Зілді бұйрық өлеңінде көтерілген мәселе өлең әділетсіздік пен отаршылдыққа қарсы халықтың наразылығын көрсетеді. Өлеңде халықтың әділетсіз билікке қарсылығы айқын көрініс табады. Өлеңнен дәлел бұйрыққа қарсы шыққан халық наразылығы. Халық зарлап жас жігітте туған жерінен айырылды. Автор көзқарасы. Автор халықтың патриоттық көзқарасына сүйеніп, әділетсіздікке қарсылықты өлең арқылы жеткізеді. Өлеңде әділетсізге биліктің халыққа қиянат көрсетіледі. Қарапайым халық балалары қара жұмысқа алынады. Халықтың санасы оянады. Жақсы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмада бірінші, екінші топқа бөлек тапсырма берілген. Ол жерде зілді бұйрық өлеңіндегі әділетсіздік қалай бейнеленген, өткен мен бүгінгіні байланыстырып 4-5 сөйлеме ой толғау жазамыз. Бірінші топ. Сол кездегі қазақ жастарының орнында болсақ тақырыбында 5-7 сөйлеммен тұратын шағын ой толғау жазамыз. Ал іске сәт балалар. Бұл жеке жұмыс. Жеке жұмыс болған екен әр оқушы дәптеріне өзінің ой жазып шығарады. Аяқталса, бастайық. Қай топ бастайды? Бастайық. Бірінші топ бастайық. Жамбыл зілді бұйрықта әділетсіздікті адам тағдырының ойыншыққа айналдырған өткелі жарық арқылы бейнелейді. Бір бұйрықтың халық өмірін астан-кестен еткенін ақынның жаны айқайымен жеткізіледі. Бұл тарихи шындық бүгінгі қоғамға да ескерту іспетті. Әділ заң мен әділ билік болмаса, қоғамда сенім жоғалады. Өлең бізді әділетті сақтауға, жауапты болуға шақырады. Балалар, тағы бар ма? Оқытыңдар. Жамбыл Жабаев өзінің зілді бұйрық өлеңінде әділетсіздікті адам тағдыры ойыншыққа айналғанын және халықтың өкпесін көрсетеді. Бұл бұйрықтың халық өмірін астан-кестен еткені айтылады. Және де тарихи шындық бүгінгі қоғамда да өзекті болады. Жақсы. Ал екінші топтан? Егер мен сол кездегі қазақ жастардың орнында болсам, ашық түрде наразылық білдіріп, қарсы тұрар едім. Бұл халықтың рухын түсірмеуге деген бірде-бір шешім. Өте жақсы. Балалар, үшінші тапсырманы мынау дөңгелекпен сұрақ-жауапқа, риторикалық сұраққа жауап береміз. Ал қазір үшінші тапсырмада әр топтан оқушылар келіп, өздері сұрақтарды ашып жауап береді. Ал қай топтан бастаймыз? Кел, Нұршат. Нұршаттан бастай берейік. Бір сұрақ қойылғанменен барлығымыз бірдей жауап беруге тиіспіз балалар, Ал оқимыз сұрақты. Әділетсіз бұйрық бүгінгі күнде қандай формада болуы мүмкін? Қандай болуы мүмкін әділетсіз бұйрық?
Балалар, көмектесеміз. әділетсіз бар. Айта ғой, Береке хан. Халықтың келісімсіз не беру, бұйрық беру. Дұрыс айтасыңдар, иә? Халықтың келісімсіз айтып отыр. Дұрыс. Жақсы, тағы да қалай толықтыруға болады, Жанелия? Қазіргі таңда әділетсіз бұйрық заңның дұрыс шешім қабылдамауында болуы мүмкін. Халықпен ақылдаспай, жақсы. Халықты қанап және қысым көрсету бұл да бір формасы. Әділетсіз бұйрықтың. Әділетсіз бұйрық. Жақсы. Ол осы халыққа қарсы шығып, халықтың қалауынсыз бір заң қабылдау. Өте дұрыс, жақсы. Екінші сұрақ, кел Әділет. Бер жанында. Әділетсіз келіссіз қалуға болмайды. Әділетсіз келіссіз қалуға болмайды. Әр адамның өйткені құқығы бар, әр адамның жеке тұлға болуына құқығы бар деп. Аха. Үнсіз қалуға болмайды деп. Иә, үнсіз қалуға болмайды. Аха, үнсіз қалуға болмайды. Өте жақсы. Құқығымызды қорғай білуіміз керек деп ойлаймын. Өте жақсы. Толықтыратындар бар ма? Жақсы, Әділет, отыра қойыңыз. Албек Нұр келсін. Келе ғой. Әділетсіз бұйрыққа халық әрқашан қарсы тұра ала ма? Иә, халық әрқашан әділетсіз бұйрыққа, заңдарға қарсы тұра алады. Өйткені әр адам өз құқығы бар, әр адам жеке тұлға. Және де осы елімізді қорықпай өзіміздің ойымызды айтсақ болады. Өте жақсы, отыра ғой. Іңкәр келе ғой. Егер бүгінгі қоғамда әділетсіз бұйрық немесе заң қабылданса, халық оған қалай жауап береді? Бейбіт митингке шығуы мүмкін, петициялар жазуы мүмкін. Яғни адамға көзі ашық, көкірегі ояу болса, әр адам өз құқығын біліп, соған қарсы тұра алады, яғни жауап бере алады. Жауап беруге әрқашан дайын, иә? Өйткені бірлік бар жерде, бірлік бар дейді оларда, иә? Ары қарай жақсы. Одан кейінгі Береке хан келе ғой. Бәріміз бірдей жауап беріп отырады, балалар толықтырамыз. Әділетсіз бұйрық халықтың тағдырына қалай әсер етті? Әділетсіз бұйрықтың кесірінен біраз халық зардап шекті және де қара жұмысқа қазақтың балаларын салып, орыстың балаларын қандай жеңіл жұмысқа салып, неге соғысқа жіберді? Қай халықтарды көбірек жұмысқа салды? Қазақ, қырғыз, өзбек бұл? Иә, солар жұмысқа салды, өте ауыр жұмыс. Қай жасқа дейінгі ер азаматтарды алып кетті жұмысқа? 19-дан 19 бе? 43 жастағы аралығындағы. Жақсы, отыра ғой. Нұрислам, келе ғой. Зілді бұйрық халыққа сабақ болды ма? Иә, зілді бұйрық халыққа сабақ болды. Көптеген адамдар қиындық көрді, зардап шекті. Сол қиындықтан шығу мақсатында қандай әрекеттер жасады? Сол қиындықтан көтеріліске шықты. Дұрыс айтасың, көтеріліске шықты. Қалайда халыққа не керек? Еркіндік керек, иә? Еркіндік керек. Еркіндікке талпынды, сондықтан көтеріліс содан басталды. Жақсы. Ары қарай. Так, Нұрболат. Ал балалар, бүгінгі сабақты аяқтап, рефлексия жазамыз. 5 саусақ әдісі бойынша алдарына параққа 5 саусағымызды салып, біз рефлексия жазамыз. Бүгінгі білдім, түсіндім, ұнады, қиын болды, орындай аламын деген сөздердің қасына біз өзіміздің тиісті жауабымыз жазамыз. Қазір мен 5 саусақ әдісі бойынша парақтарды жинап алып, мен сендердің барлығына түгел оқи алмай, кейін өзім алып оқып, жалпы келесі сабаққа монтаж жасайтын боламын. Енді үйге тапсырма балалар. Үйге өлең мазмұнына сүйене отырып, әркімнің өз елі Мысыр шаһары деген тақырыпта эссе жазамыз, жазып кетеміз. Жақсы балалар.
үй тапсырмасын жазып аламыз. Жазып алсақ, енді жалпы қатысқандарға рахмет. Бүгін ашық сабақта екінші топ, бірінші топ демей, екеуі де кең қатысты деп есептейміз, иә? Жақсы, сау болыңдар. Siz